Сәлем балалар, 3 сынып әдебиеттік оқу 24 сабақ ғаламтор туралы ойларым. Сен бүгінгі сабақтан кейіпкердің іс-әрекетіне баға беруді үйренетін боласың. Бірінші тапсырма. Суреттер не туралы? Не айтасың? Суреттер ғаламторды шарлап жатқан балалар туралы. Бұл балалардың көп уақыттары компьютермен немесе ұялы телефондармен өтіп жатқандығы туралы бейнеленген. Екінші тапсырма. Мәтінді түсініп оқы. Аман мен телефон. Асан ағайдың Аман деген баласы 5-ші сыныпта оқиды. Оның бір жаман әдеті мектептен үйге келген бойда телефонның құлағына тыныштық бермейді. Өзі секіріп ойнап, тоздырған орын жайға жатып алып, досан досымен ұзақ сөйлеседі. Міне ол. Алло, досан, есебіңді шығардың ба? Деп орын жайға шалқасынан жатып алып, таңқыш танауын аспанға көтерді. Есепті шығардым. Оны сенің дәптеріңе көшіріп қойдым деп досан мақтанып, маңғаздана жауап берді. Аманның ағасы Ақай інісінің кесірленіп жатқанын көріп қалып, телефонмен жатып алып сөйлескенің әдепсіздік қой деп кейіді. Көке, кедергі жасамаңыз деп Аманның көзі шарасынан шығып кете жаздады. Үйге берілген тапсырманы досанға орындатқаның жалқаулық қой балам деп ана қабағын түйді. Мен жалқау емеспін деп Аман қолын бір сілкіп телефон тұтқасына жармаса түсті. Алло, досан, мен әлгі білесің ғой? Иә, сол қызбен ұрысып қалдым. Қойшей. Аманның телефондағы жыры таусылмады. Сөйтіп, ол вақытты ұтымды пайдалану туралы өзі түзген күн тәртібін ұмытып кетті. Келесі күнгі сабақтан зорға дегенде үштік арқалап қайтты. Телефонның кесірінен оқудағы үлгерімің бір жақсармай қойды деп Асан ағай кейіп жүр. Ал Аман кеймейді. Өйткені онда әдеп пен намыс жоқ. Әдепсіз, намыссыз бала әке-шешенің тілін алмай, оларды ренжітіп, өзіне бақытсыздық әкеледі. Мәтіннің авторы Әдібай табылды. Мұндағы орын жай сөзі диван сөзінің орнында қолданылып тұр. Үшінші тапсырма. Мәтіннің соңғы азат жолын қайталап оқы. Жазушымен келісесің бе? Түсіндір. Соңғы азат жолы. Ал Аман кеймейді. Өйткені онда әдеп пен намыс жоқ. Әдепсіз, намыссыз бала әке-шешенің тілін алмай, оларды ренжітіп, өзіне бақытсыздық әкеледі. Автор өте дұрыс айтады. Өйткені ата-ананың батасын алмаған бала, ата-ананың тілін алмай, оларды ренжіткен бала, ол өзін де бақытсыздыққа әкеледі деген сөз. Төртінші тапсырма. Түсініп оқы. Мәтіннің авторы туралы әңгімеле. Әдібай табылды. Ақын, жазушы, аудармашы. Ол 1926 жылы Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Жаңатұрмыс ауылында туылған. Оның балаларға арналған бөбекке сөз, қайырлы таң балалар және тағы басқа жинақтары жарық көрген. Бесінші тапсырма. Өлеңді тыңда. Ғаламтор туралы. Ғаламторға кіремін, аралап жүремін, мейлі белім ауырсын, солсын мейлі реңім. Мұндай қызық сәттерде жан серігім тақ берне, ұстамаймын кітапты, керек емес дәптерде. Сабақты да қоямын, тамақты да қоямын, сөз сусынды шемін, сурет нанға тоямын. Ғаламторда жүремін, қызық өмір сүремін. Көзім мейлі шаршасын,
мейлі ауырсын жүрегім. Тыңдамаймын анамды, тыңдамаймын ағамды, тәртібімде ісім жоқ, түзетпеймін бағамды. Барлығыңды таң қылып, жүре берем қаңғырып, уақытым жоқ қоштасып, қоюға да мәңгілік. Өлеңнің авторы Ертай Ашықбаев. 6-шы тапсырма. Екі мәтіннің ұқсастығы неде? Айырмашылығы ше? Оларды салыстырып жаз. Ұқсастығы. Екі мәтінде де алтын уақыттың ғаламтормен өтіп жатқаны, балалардың денсаулығына зиян келіп жатқаны, олардың оқу үлгерімінің күрт төмендеуі баяндалған. Ал айырмашылығы, біреуі мәтін, екіншісі өлең түрінде құрастырылған. Мәтінде телефонмен сөйлесу жазылса, өлеңде ғаламторда отыру туралы жазылған. 7-ші тапсырма. Мәтіндерден өзіңе қандай сабақ алдың? Аманға қандай кеңес бересің? Ноутбукке қарап отырған балаға ше? Бұл екі балаға да алтын уақыттарын, балалық шақтарын қызықты етіп өтулерін және мектептегі оқу үлгерімдерінің жақсартуға әрекет жасау қажет екенін, бұл уақыттың, балалық шақтың қайта оралмайтындығы туралы кеңес беремін және алтын уақыттарын телефон, ғаламторда емес, балаларының, ата-анасы мен бауырларының қасында қызықты етіп өткізулері туралы айтар едім. 8-ші тапсырма. Ұялы телефонның пайдасы мен зиянына қатысты өз пікіріңді дәлелде. 1-ші топ. Ұялы телефонның зияны көп туралы дәлелдер келтіреді. Мысал үшін, оқудағы үлгерімің төмендейді, денсаулығыңа зиян келтіреді және алтындай уақытыңды ұрлайды. Ал 2-ші топ ұялы телефонның пайдасы туралы айтады және дәлелдер келтіреді. Мысал үшін, қажетті затыңды іздеп табасың, алысыңды жақын ете алады және қызықты деректерді оқуға болады. Ал 3-ші топ осы пікірлерден қорытынды пікір шығарады. Әрине, ұялы телефонның пайдасы мен зиянды тұстары бар. Дегенмен, өз мөлшерінде белгілі бір уақыт аралығында пайдаланған дұрыс болады. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басыңдар және де осы каналға тіркеліп алыңдар.